балалар. Бүгінгі біздің сабағымыз ұлттық құндылықтар. Балалар сабақты бастамастан бұрын келіңіздер. Шаттық шеңберін құрып алайық. Тұрамыз орнымыздан. Ал балалар тұрайық. Үлкен шеңбер құрайық. Керегені көтеріп, от болып иеліп, бір отбасы болайық. Балалар, көңіл күйлерің қалай? Көңіл күйлерің қалай? Жақсы ма? Шамалы? Жақсы. Балалар, қазір жылдың қай мезгілі деп ойлайсыздар? Қыс мезгілі. Қыс мезгілінде қандай өзгерістер болады? Қар жауады, сосын. Күн салқын ма, жылы ма? Салқын. Балалар қалай киініп келдік біздер бүгін? Жылы киініп келдік. Жақсы балалар. Бүгінгі сабағымызды бастайық. Бүгін бізге мынандай біздің қазақ салтымыздың бұл несі? Киіз үй. Киіз үй бізде 5 қанаттан тұрады. Киіз үйіміздің тапсырмаларын орындауға дайынсыздар ма балалар? Ал қане тапсырмамызды алып, соны ашайық. Әркім өз тапсырмасын түсіндіруге тырысайық, балалар? Алдық па тапсырмамызды? Вот нам столько дали. Ал балалар, киіз үй бұл бізге қайда керек? Киіз үй бізге не үшін керек, балалар? Балалар, киіз үй не үшін керек бізге? Ертеде ата-бабамыз осы киіз үйде тұрған, Қазір біздер бұл киіз үйді бұла қарай алайық, шетіне қарай. Тапсырмамызды орындайық. Дәулет, сенің тапсырмаң ыстық қаламмен істеу? Сурет салу, Ләйсан, сен мұнда ұлттық қол шамға сурет саласың, ал сен мұнда